бір адам жас баласын жанын алды. Екеуі сайран етіп кетіп қалды. Қыдырып әрлі-берлі жүрді дағы, егінші егін еккен жерге барды. Аралап әр егінді қарап жүрді. Кез еді пісіп болған егін түрлі. Бастары дәнге толған төмен салып, бидайлар бейне тағзым етіп тұрды. Жалғызақ бір бидай түр көкке қарап, бейне бір жалғыз өзін көпке балап. Баланың сол бидайға көзі түсіп, білмекке кетті көңіл жөнін сұрап. Ай, әке, мұның мәнін түсіндірші. Бір іске тұрмын өзім қайран қалып, бұл бидай көтеріп тұр басын көкке, қарайды шекірейіп өзі көпке. Өзіне өзгелерді тең көрмейтін, соншама бұл бидайдың дәні көп пе? Айтайын, мұның мәнін балам саған, шырағым түрін көріп, таңдан болған. Өзгесі төмен қарап бүгілгенде, ойлама кем екен деп бәрі сона. Сұқтанба құр сорайған қарасына, Құдайым өзгесіне дәм бергенде, бұл бидай дәнсіз қапты арасында. Бидайлар басы толып иіліп тұр, дәм берген қожасына сыйынып тұр. Басында бұл бидайдың дәні болмай, кекірейіп көкке қарап бөлініп тұр. Елде көп бұл бидайдай адам балам, халық оны тәкаппар дейді жаман. Қалып емес тәкаппарлық данышпанның, тұтынба бұл мінезді сен де балам. Жарайды әке,